Қадірлі ағайындар, осыдан бұрын Қазақстан азаматтығын алу үшін қазақ тілінен емтихан тапсыратын талап енгізілгені белгілі. Әрине, мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру үшін бұл дұрыс қадам деп санағанбыз. Дегенмен шетелден келетін қандастарымыздың мәселесі толғандырмай қоймайды. Өйткені қазір шетелдегі қазақ диаспоралары тұрған жердегі мектептер негізінен жабылды. Олар басқа ұлттың тілінде білім алып жатқандықтан олардың көбі қазақ тілін білмейді. Осы орайда бұл шетелден келген қазақ ағайындарға тосқауыл болмай ма деген мәселені айтып, үкімет басшысынан сұрағанымызда, үкімет басшысы бұл талап этникалық қазақтарға қойылмайды деген еді. Бірақ кешеден бері жаңадан қабылданған көші-қонға қатысты пилоттық жобаға сәйкес ұлттық қазақ қандастардан да қазақ тілінен емтихан алу тәртібі ресми түрде енгізілген. Біз бұны ойдан шығарып отырған жоқпыз. Халыққа қызмет көрсету орталықтары солай талап ете бастады, және бұны компьютерлік жүйеден де дәлелдеуге мүмкіндік бар. Біз қазір қандастыққа құжат тапсыратын сайтқа арнаулы тіркеліп отырмыз. Бауырым, мынау қандай сайт? Еңбек миграция сайты, қандастыққа тапсыратын. Ал қазір қандастыққа тапсырып көрейікші, қалай тапсырылады екенсіз көрсетіңізші мына оқырмандарымызға. Мына жерде этникалық қазақтар үшін қандас мәртебесін беру туралы қызметке тапсырып берейін десе, отсутствует одобрение анкета дейді. Ол анкетаға тапсыру керек, анкета одобрение болу керек. Ал анкетаны одобрение болу үшін қазтесттен өту керек, тест тапсыру керек сол қазақ тілінен. Сауалнаманы тапсыру керек, сауалнаманы толтыру керек, әңгімелесу болу керек. Міне мына құрша шарт тұр. Шарттар бойынша ол тесттің өзіне тапсыру қанша уақыт кететіні өзі белгісіз. Әрі сосын сауалнаманың қаралуы бар. Ол қаралуына тағы да бір ай кетеді. Оған бір ай кеткен соң қандасын тексеру тағы бір ай бар. Сонда 2-3 аймен арада қандастарға қандастық алу жолы ұзағырақ уақыт созылып кетеді. Содан кейін тест тапсыру жағынан ол жастардың айтып бүйтіп былай тапсыру мүмкін. Бірақ та қазір көп кісілер тапсыра алмайды. Жасы үлкен кісілер, кіші балалардан тоже тапсыру қиыншылықта болады. Ол жақтан қытай тілімен оқығандықтан. Сосын тест тапсыру жағы сол ұлттық тестілеу орталығынан өтеді. Бұл жақтан тіркелу керек, тапсыру керек. Бұның өзі бір жылына 2 рет қана болады. Жылына 2 рет қана тапсыруға мүмкіндік береді. Демек сонда келмей тұрды, қандастыққа кез келген уақытта тапсыру. Демек бұл көші-қонды қиындатумен қатар қандас куәлігін алу үшін уақытты созды, және жылына 2 рет емтихан тапсыратын мүмкіндікті ғана пайдалану керек. Ал одан өтпей қалса тағы да күту керек. Бұл бір жағынан уақытты талап етеді. Екінші жақтан техникалық білімді талап етеді. Үшінші жақтан қазақ тілінен сауаттылықты талап етеді деген сөз. Әрине бұны мемлекеттік тілді қолдау деп түсінсек те, бірақ Қазақстандағы қазақтың барлығы қазақ тілінде сайрап тұрма. Қазір мемлекеттік билікте жүрген орындардағы азаматтарымыздың барлығы қазақ тілінен жеттік пе? Ендеше егер қандастарымыздан Қазақстан азаматтығын алу үшін қазақ тілінен тестті тапсыру талап етілетін болса, онда бүкіл Қазақстан халқы қазақ тілінен тестті тапсырсын. Барлығымызда қазақ тілінен сауатты деген анықтама болсын. Сол кезде шетелден келген тарихи отанына оралып жатқан қазақтардан қазақ тілін талап етсек, ол әділ болар еді. Біздің әділетті Қазақстанымызға да дұрыс келер еді.